Барлығы дайын. Аятолла Абиджонов, Көпбұрыштан, Қызылбұрыштан Жақсыбеков, Ермұхаммед. Ал кеттік. Өте бойшаң жігіттер, әсіресе Ермұхаммед. Аса жеңіл салмақ үшін бірден. Бойшаң жігіттерге сай соққыдан басталды. Өте жинақы көрін. Жаман емес, қараңыздар. Кеңістікті қалай қадағалай. Елі кетеді дейміз бәлде. Жақсыбеков. Тұрыстарына қарағанда күреске қатты жол ағылар келді. Жоқ, мен қателескенмін бұл жерде. Переводы. Завершилось успешно для Аятило. Түйеге көшті қазір қараңыздар. Бір сәтке аяқтан да алып көрді. Әдіс жасамақшы болды. Ермұхаммед. Тейкдаун. Жоқ, Кимуран қараңыздар. Отлично. Қараңыздар. Раунд басталмай жатып. 1 минуттың ішінде қаншама бізге айла тәсіл көрсетіп тастады. Бір соққы өтті мына жерде. Қорғана бастағанына қарағанда ауыр тигендей. Ермұхаммедтің бір соққысы. Тамаша. Қорғаныс жақсы бұл жерде. Жақсыбековтың өзі күреседі қазір. Күтейік. Нет, не удалось здесь провести тейкдаун. Ни у Абиджонова, ни у Жақсыбекова. Ермұхамеда. Бұл жерде де бір-біріне бір лайықты қарсыластарды көріп отырған сияқтымыз біз. Малстан. Өт соққысы болды. Сезді, бұл жерде. В корпус и пытается пройти в ноги для того, чтобы перевести бой в партер. Абиджонов, но не удалось. Защищался отлично. Ермұхамед. 3 минуты еще до окончания первого раунда. 3 недостаточно. Шынымен де бір жаңағы соққыларынан, шабуылдарынан аңғаруға болады. Мерзімнен бұрын жеңісті көздегендей. Ермұхамед өзі сезіп тұрған сияқты. Мүмкіншіліктің келетінін. С передней ноги. Міне тағды қараңыздар. Өт соққы және күресте байланудың қажеті жоқ ау. Ермұхамед үшін. Тәптір аяқта тұрып та жекпе-жекті жақсы өткізіп жатыр. Снова с дистанции здесь. Малстан атакует и эти удары. Жонов өтті қазір. Опасные были. Это Аятило Абиджонова. Күтіп жүр тағы да. Дәл өз тактикасына басқан екен Жақсыбеков. Өтті тағы да. Сақ болу керек бұл тұста. Шынымен де қазір ұпай түгендеу деген мақсат жоқ сияқты. Тамаша. Аятило да қарап қалмады. Күтіп жүріп, күресіп кетудің ыңғайлы сәтін іздеп жүргендей. Абиджонов. Міне, дәл осы сәтте қазір ойланып тұр. Өтейін бе жоқ па? Міне тағы қателесті, мүлт кетті. Здорово, Гандреты сразу же наносит свою комбинацию. Ермұхамед. Өте жинақ қараңыздар. Бүйірден. Өтеті өзімді жігіт екен енді. Не болса да Абиджонов. Біраз ауыр соққы қабылдауға тура келді бірінші раунд барысында. Бір мәрте тіпті мерзімнен бұрын ұтылуға жақын қалды. Да, темп, конечно, поединка снизился, поэтому возможно невозможно уже точно, как сегодня второй раунд. Секунд мало остается. Ал кеттік. Ашықтықтан. Тағы да ашығырыз. 10 секунд. Ал кеттік.
Жармасы Пропустил удар, кажется, и потерял равновесие. Жібермеді өзінікінде. Обиджонов тәтеу жармасы тейкдаун жасамаса да шақ қалды. Раунд сөзсіз Жақсыбековке кетеді бұл жерде. Ал, екінші раундты тамашалауға дайынбыз. Біраз терту өгіп үлгерді, функционалдық даярлықты әрине қазір. Біртіндеп бой көрсете бастайды. Кім? Шаршай бастады. Соны да аңғарамыз. Тамаша. Енді кеңістікті қадағалау Ермұхаммедтің қолынан келетін дүние екен. Қараңыздаршы. Осындай сәттерден аңғаруға болады. Да, проваливает. Очень грамотно. Көріп тұр барлығы. Және артық қимыл жоқ. Ең бастысы барлығын көріп тұр, қадағалап тұр. Мүлт кетпейді. Ал мына калф-киктер әрине Аятолла Обиджоновқа маза бермейді. Тамаша, қателесті. Ал в корпус. Еще одно колено и попытка тейкдауна. Накрывает сверху своего оппонента. Возможность сразу же маунт сесть. Мухаммеда. Пошло добивание. Амалсыздан, қазір арқасын беруге тура келді. Бэкмаунт занимает. Екінші аяқты сыртқа шығарып алған бұл жерде әзірше. Соққы жасайтын мүмкіншілік жоқ. Тағы да позицияны қайтар қараңыздар. Где пошли? Рефери тоқтатады қазір. Поединок может быть остановлен. Ермұхаммед Жақсыбеков. Бұлай нүкте қояды деп ойлаған жоқпыз енді, шыны керек. Алдағы 2 раунд тәп-тәуір теке-тірес болады ма деп едік. Міне, қарсыластың бір қателігін қолданып. Жақсыбек Ермұхаммед кәсіпқой ММА-дегі екінші жеңісіне қол жеткізіп отыр. Бірінші раундта да шақ қалды ғой, ондай мүмкіншілік болды мерзімнен бұрын аяқтауға. Ал Аятолла Обиджонов үшін ММА-дегі бұл алғашқы жеңіліс екенін де айтып отырайық. Міне, жекпе-жектің нүктесі қойылған сәт. Ал біз ары қарай жылжимыз. Алда тағы да бір проспекттердің жекпе-жегі күтіп тұр бізді. Время остановки поединка. 1 минута, 34 секунда второго раунда. Бұл жекпе-жекте техникалық нокаутпен жеңіске жетті. Шымкент топ-тим Ермұхаммед Жақсыбеков.